Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы қандай басым бағыттарды қамтыды? Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда өсім, реформалар, даму жолдауында саясаттың қандай 5 бағытын анықтады? Ол қандай бағыттар? Осы сұрақтарға жауап берейік. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы қандай басым бағыттарды қамтыды? 2015 жылғы 30 қарашадағы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда өсім, реформалар, даму атты Қазақстан халқына жолдауында елдегі әлеуметтік саясатқа ерекше көңіл аударды. Жолдауда қамтылған бөлімдер: бірінші, жаңа жаһандық нақты ахуалдың сын қатерлері; екінші, Қазақстанның дағдарысқа қарсы мүмкіндіктері; үшінші, біздің дағдарысқа қарсы басты стратегиямыз; төртінші, дағдарысқа қарсы және құрылымдық жаңарулардың 5 бағыты. Атап айтқанда, бірінші, қаржы секторын тұрақтандыру; екінші, бюджет саясатын оңтайландыру; үшінші, жекешелендіру және экономикалық бәсекелестікті ынталандыру; төртінші, жаңа инвестициялық саясаттың негіздері; бесінші, жаңа әлеуметтік саясат. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда өсім, реформалар, даму жолдауында саясаттың қандай 5 бағытын анықтады? Ол қандай бағыттар? Жаңа әлеуметтік саясаттың 5 жаңа бағыты. Бірінші, атаулы мемлекеттік көмек нақты мүдделі азаматтарға олардың тұрмыс жағдайын және нақты кірістерін ескере келіп берілетін болады. Екінші, ең төменгі өмір сүру деңгейінің көлемі, оның құрылымын өзгерте отырып, біздің азаматтарымыздың жекелеген нысандардың ерекшелігін, мүгедектер, көп балалы отбасылар, қарттар ескеріліп берілуі тиіс. Үшінші, еңбек етуге қабілеттілерге тек оларды қайта оқыту немесе еңбекпен қамту бағдарламаларына қатысу негізінде ғана мемлекеттік көмек көрсету. Төртінші, бұрын қабылданған бағдарламаларға сәйкес білім беру мен денсаулық сақтау салаларын жаңғыртуды жалғастыру. Бесінші, 2017 жылдан баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім атты жаңа жоба бастау. Елбасының жыл сайынғы жолдауларында халқымыз үшін ең маңызды мәселелер ел қауіпсіздігі, әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени, рухани даму жолдары нақтыланып, халықтың жағдайын жақсарту сынды өзекті мәселе талқыланады. Әрбір қазақстандықтың әл-ауқатын әрі қарай жақсарта түсуге бағытталған жаңа әлеуметтік бастамалар, нақты қадамдар, ұзақ мерзімді саяси стратегиялардың арқасында еліміздің дамыған елдердің қатарына қосылар күні де алыс емес екенін аңғарамыз.